Бүкіл Южный Кореяны шулатқан оқиға биыл болған. 8 жасар Ким Хан Ил деген қыз Тэджон қаласында орта мектепте оқитын 4:30-да үйіне қайту керек болған. 10 февраль күні 4:30-да соңғы қоңыраудың дауысы шыққанда бүкіл класстағы оқушылар жүгіріп развозкаға қарай жүгірген. Ким Хан Ил соңында қалып қойған. Сонда да развозкаға үлгерейін деп коридорда жүгіріп кетіп баратқанда мұғалімі тоқтатқан. Мұғалімі Ким Хан Илді бері кел деп шақырады. Ким Хан Ил барған кезде қолынан ұстап аудиовизуальный классқа барады. Мұғалімінің аты Мён Жыван, 48 жаста, аудиовизуальный класста өз оқушысының жүрегіне 10 рет пышақ тығып өлтіреді. 4-тен 50 кеткенде Ким Хан Илдің апасы развозканы күтіп тұрған. Автобус келгенде Ким Хан Ил түспейді. Водительден сұрайды, Ким Хан Ил автобусқа мінбеді ма деп. Сол кезде мінбеді дейді. Ким Хан Илдің апасы немересіне звондайды, немересі трубканы алмайды, сондықтан баласына звондайды. Баласы Ким Хан Илдің әкесі. Әкесі де звондайды, трубканы аламайды. Сол кезде контроль детей деген приложениеға қосып қойған екен бұл қызды. Сол жерден звондайды. Ол контроль детейде звондаған кезде автоматически трубка, телефон алынады екен. И солай алынған кезде терең қиналып демалып жатқан дауысты ғана естиді. Әкесі сразу местонахождение геолокацияны көрсе, мектепті көрсетіп тұрады. Сондықтан мектепке қарай барады. Бірінші апасы жетеді мектепке. Апасы пока коридор бойынша аралап келатқанда мұғалімін көреді. Мұғалімнен Ким Хан Илді көрмедіңіз бе дегенде білмеймін дейді да аудиовизуальный классқа кіріп кетіп есікті құлтап алады. Полиция 5:30 шамасында келеді. Құлтап алған класты қанша ұрса да бұл әйел ашпайды, сондықтан бұзып кіреді. Полиция кірген кезде Ким Хан Ил жерде жатқан, қолы жүрегінде болған, уже қайтыс болып кеткен екен. Мұғалімі қолын кескен, бір жерлерде тамағында кескен деп айтқан, бірақ өлмеген, отырған сол жерде. Полиция неге өлтірдіңіз деп сұрағанда бұл әйел, мен өзім өлгім келді, өзіммен бірге біреуді әкеткім келді деген. Сөйтсе бұл мұғалім 2019 жылдан бері психологиялық ауытқуы бар, депрессиясы бар, ем алып жүрген әйел екен. Даже 2024 жылы декабрьде отпуск алып, сол психикасын емдетіп, негізі 6 ай емдеу керек екен, бірақ 3 аптада емдетіп, жұмысқа жарамды деген печать ұрдырып келген. Қызды өлтіретінен 3 күн алдын, даже компьютер жай істеген үшін компьютерді бұзып сындырып тастаған екен. Коллегалары бұның ауытқуы бар екен байқаған. Бүкіл халық шулап жатыр, неге психологиялық ауытқуы бар әйел мұғалім болып жұмыс істейді деп. Бұл әйелді өмір бойлыққа соттаған. Америкалық жанұя 2010 жылы 2003 жылға қызды асырап алады, яғни 7 жасар қызды. Бұл жанұяның өздерінің 3 туған ұлдары болған, қыз қажет болып, қызды асырап алған. Қыз Украинаның қызы болған, аты Наталья. Бұл қызды семья Барнетті үйіне әкелген кезде байқаған, что қыздың миы 7 жасар қыздың миына емес, үлкен қыздардың миына ұқсайтынын. Бұл қызға розовый комната дайындаған, куклалар дайындаған, бұл куклалармен де ойнамаған, кішкентай балдармен де ойнамайтын болған. Қыз шомылатын кезде өзім шомылам деп всегда солай айтатын болған, бірақ кішкентай қыз болғандықтан асырап алған анасы өзім шомылдырам деп шомылдыратын кезде бұл қыздың денесінің кішкене үлкен қыздардың денесіне ұқсайтынын байқаған. Семья Барнет оған да мән бермеген. Бір күні стоматологқа барғанда стоматолог айтқан, молочный тістері бұл қызда жоқ екен, тістері үлкен адамның тістері екенін айтқан. Бір емес 2 стоматолог солай айтады. 1 жыл өткеннен кейін бұл қыз семьяны пышақпен қорқытып, сендерді өлтірем, бір күні реті келгенде өлтірем деп қорқыта бастайды. Яғни агрессивный бола бастайды қыз. Бір күні асырап алған анасына кофесіне отбеливатель қосып береді. Кофеге химикат қосып жатқан Барнеттер байқап қояды. Содан кейін бұл қызды психиатрға апарып емдетеді. Психиатр да бұл қыздың кішкентай қыз емес екенін айтады. Стоматологтың, психиатрдың дәлелдерімен сотқа барып, Барнеттер бұл қыздың 2003 жылғы қызды 1989 жылғы қыз деп анықтап, паспортын өзгертеді. Бұл қыз сөйтсе карлик ауруымен ауырады екен, үлкен қыз, бірақ өзін кішкентай қыз қылып көрсетіп жүреді екен.
Осы уақытқа дейін сол семья Барнеттке дейін 13 семья асырап алып отказ берген екен бұл қыздан. 2014 жылы бұл семья Канадаға көшіп кетеді, ал қызға бір квартираны арендовать етіп тастап кетеді. Өйткені сен уже үлкен қызсың деген сияқты. Бұл қыздың квартирасының арендасын 1 жылға дейін төлеп тұратын болған Барнетте, одан кейін өз әрекетіңді өзің істе деген бұл қызға. Бірақ бұл қыз карлик болғандықтан көп нәрсені өзі істей алмайтын болған. Былайша айтқанда, сиделкаға нуждаться еткен. Сондықтан бұл қыз семья Барнеттті сотқа береді. Ал семья Барнетте ол қызды сотқа береді. Мошенница, хитрая, бізді өтірік алдап, үлкен қыз екенін білсе де, кішкентай қыз болып біздің семьяға келді деп. Кейін бұл қызды басқа семья асырап алады. Бұл қыздың жасын білсе де, ол семья бұл қызға жан ашып асырап алған. Японияда 2014 жылы 13 жасар қыз жоғалып кетеді. Әке-шешесі кешке жұмыстан келгенде үйде свет өшірулі тұр, қыздары жоқ, қыздарының ондай қылықтары болмаған, сондықтан полицияға звондайды. Бұл қыз күнде мектепке өзі барып келетін болған, сағат 3:30-да үйде болатын болған. Полиция көршілерінен сұрағанда бұл қызды бір жігітпен сөйлесіп тұрғанын көргендерін айтқан. Әке-шешесі почтадан қағаз тауып алады, ол қағазда осы қыздың почеркісімен жазылған: мен үйде и мектепте жақын арада болмаймын, мен демаламын деп жазған екен. Қызымыз олай кетіп қалуы мүмкін емес деп барлық жерге объявление жабыстырып шығады: осындай қыз жоғалып кетті деп. Жоғалғаннан кейін 9-ші күн почтада тағы да письмо жатады. Ол письмода қыздың почеркісімен жазылған: мені іздемеңдер, менде бәрі жақсы деп. Бұл қызды 22 жасар Кабу деген жігіт ұрлап кеткен. Кабу пилоттың оқуын бітірген, одан кейін инженерияда оқып жүргенде сондай миына сондай бір идея келеді: адамдарды, жас балдарды эксперименттен өткізу. Экспериментке балдар іздегенде осы қыз көзіне түседі. Бұл қыз мектепке жалғыз барып жалғыз қайтатын болған, и бұл қызды 1-2 күн аңдып жүріп, бұл қыздың үйіне кірейін деп тұрған кезде алдынан күтіп алып айтқан: мен сенің әке-шешеңнің адвокатымын, әке-шешең ажырасып жатыр, сен менімен жүр, сені срочно шақырып жатыр деп. Қыз Кабуға сеніп қалады, и машинасына отырып кетеді, и бұл үйіне әкетіп, үйіне қамап қойған қызды. Кабу қызға айтқан: әке-шешең сені жақсы көрмейді, сенің органдарыңды шетелге сатпақшы деп интернетпен әке-шешесінің дауысын жасап қызға тыңдатқан. Сен менен басқа ешкімге керек емессің деген. Психиканы бұзатын әртүрлі шөптерді тамаққа қосып беріп, и сөзбен де психикасын бұзып отырған. Солай қыздың миына эксперимент өткізген. Өскен кезде қандай қыз болып өседі бұл деп. Қыздың психикасы бұзыла бастайды, қыз өзін ешкімге керек емес сезінеді. Солай өзінің қалауымен осы жігіттің үйінде тұра береді. 2 жыл өткен кезде интернеттен қыз случайно көріп қалады, что оны іздеп жатқанын, что із-түссіз жоғалған қызымызды іздейміз деген объявлениені көргенде қыз қатты қуанғаннан қолайлы уақытты іздейді қашуға. Сыртынан құлтап кетіп жүрген Кабу бір күні есікті ашып қалдырады. Сол кезде бұл қыз қашып кетіп мамасына звондайды. Мамасы полицияға хабарласып, қыздың қай жерде екенін тауып үйіне әкеткен. 2 жыл эксперименттен өткен қыздың психикасы бұзылған, бірақ жігіт бұл қызға тиіспеген. Жігітті ұстап не үшін ұрладың дегенде эксперимент өткізгім келді деген. Жігітті медиктер тексергенде легкий аутизм бар екен анықталған. Өте умный жігіт қызыл диплом алатын кезінде 12 жылға сотталып кетеді.